Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 3-ші сыныптың 15-ші сабағы. Өзіңді тексер тақырыбы. Білу. Мәтінде кездескен сандарды өсу реті бойынша жаз. Наурызы мемлекеттік табиғат қорығында құстардың 282 түрі өмір сүреді. Жыл сайын наурыз айының соңында қорықта 5000-нан астам құзғын қарғалар ұшып келеді. Қорықта үнемі зерттеулер жүргізіліп отырады. Осы жылы қорыққа 243 ғалым мен 539 студент келді. Соңғы 5 жылда 9000-нан астам мектеп оқушылары экскурсия жасады. Балалар ең бірінші мәтінде кездескен сандардың барлығын біртіндеп бастан аяғына дейін жазып аламыз. Бізде мәтінде кездескен сандар 282, 5243, 539, 5 және 9000 сандары. Енді осы сандардың барлығын өсу реті бойынша жазып аламыз. Өсу ретін біз мәтіндегі ең кішкентай саннан бастаймыз. Мәтіндегі ең кішкентай сан ол 5. Әрі қарай 243, 282, 539, 5000, 9000. Келесі түсіну. Санды сан сәулесінде белгіле. Шешімдер жиынын қиғаш сызықпен көрсет. Шешімдер жиынына жататын 5 санды жаз. Бұл жерде x үлкен 212-ден дейді. Демек, біз санды сәулесін сызып, о жерге 212 санын белгілеп аламыз да, қалған үлкен сандар 212 санның оң жағына орналасады. Яғни өсу ретіменен кез келген 5 санды жазып шығамыз. 212-ден үлкен 230, 350, 480, 506 және 600 сандарын белгілеп шықтым. Келесі, x кіші 192-ден. Демек, кіші сандар бұл 192 саннан сол жағына орналасады. Оны біз қиғаш сызықпен көрсеттік. Кез келген 5 санды жазып шығамыз. 6, 28, 116, 160, 190 сандары 192 саннан кіші болып есептеледі. Қолдану. Ауызша есептеп дұрыстығын тексер. 358 азайту 258 тең 100-ге. Енді осы азайту амалын тексеру үшін біз қосу амалымен тексеріп аламыз. 100-ге 258 қосқанда қосындының мәні 358 болады. Келесі 150 қосу 40, мәні 190 болады. Енді осы қосу амалы болғандықтан біз оны тексеру үшін азайту амалымен тексереміз. Яғни 190-нан 40-ты азайтқанда айырманың мәні 150-ге тең болады. Келесі 250 азайту 50 тең 200. Тексергенде 200-ге 50-ді қосамыз, қосындының мәні 250 болады. Және соңғысы 98 қосу 102, қосындының мәні 200 болады. Оны біз азайту амалымен тексерсек, 200-ден 102-ні азайтамыз, сонда айырманың мәні 98 болады. Баған бойынша есептеп дұрыстығын тексер. 900 азайту 568, айырманың мәні 332 болады. Енді осыны тексергенде азайту амалын қосу амалымен тексеріп аламыз. 332-ге 568 қосқанда қосындының мәні 900 болады. Яғни бұл есеп дұрыс. Келесі 259 қосу 456, қосындының мәні 715. Енді тексеру үшін біз азайту амалымен тексереміз. 715-тен 456-ны азайтқанда айырманың мәні 259 болады. Сонда бұл есепте дұрыс екен. Келесі 1000 азайту 649, айырманың мәні 351. Тексерушісін қосу амалымен тексереміз. 351-ге 649-ды қосқанда қосындының мәні 1000 болады. Бұл есепте дұрыс екен. Және соңғысы 551-ге 264 санын қосқанда қосындының мәні 815 болады. Енді қосындыны біз азайту амалымен тексереміз. 815-тен 264-ті азайтқанда айырманың мәні 551 болады. Яғни соңғы есепте бізде дұрыс екен. Талдау. Заңдылықты анықта, қатардағы сандарды ары қарай жалғастырып жаз. Бұл жерде балалар бізге 2 қатар берілген екен. Үстіңгі бірінші қатардан бастайық. 303, 340, 377 сандар берілген. Бұл жерде қарап отырсақ, әрбір келесі сан бізде 37 санға артып отыр екен. Демек 303-ге 37 сан қоссақ 340 болады. 340-қа 37 санын қоссақ 377 болады. 377-ге 37 қосқанда 414, 414-ге 37 санын қосқанда 451, және 451-ге 37 санын қосқанда 488 болады. Енді біз қатарды ары қарай жалғастырып жазайық. 377-ден кейін әрі қарай 414, 451, 488. Енді астындағы екінші қатарға назар аударайық. Бізде 560, 520, 480 сандар берілген. Енді әрбір келесі сан бізде 40
санына кеміп отыр. Яғни 560-тан 40-ты азайтқанда 520 болады. 520-дан 40-ты азайтқанда 480, 480-нен 40-ты азайтқанда 440, 440-тан 40-ты азайтқанда 400, 400-ден 40-ты азайтқанда 360 қалады. Енді ары қарай екінші қатарды толтырып жазып шығайық. 482-ні ары қарай 440, 400, 360 деп жазып шығамыз. Жинақтау. Берілген сызба бойынша әріпті өрнек құр. Бос торкөзге біз А және Б деп қойып аламыз. А-ның орнына 425, 128, 119, ал Б-ның орнына 315, 245, 123 санын қойып есепті шығарамыз. А-ның орнына 425 қосу, Б-ның орнына 315, азайту 118 деп жазамыз. Сонда тең болады. 425-ке қосамыз, 315 пен 118-дің айырмасы 197-ге тең, яғни 425 қосу 197 тең 622 деп жазамыз. Келесі А-ның орнына 128-ді қоямыз, қосамыз оған Б-ның орнына 245-ті қойып азайтамыз, одан 118-ді. Бізде айырманың мәні 127 болады. Яғни 128-ге 127-ні қосқанда қосындының мәні 255 болады. Келесі А-ның орнына 119 санын қоямыз, Б-ның орнына 123 санын қоямыз. Яғни 119 қосу 123, азайту 118 деп жазып аламыз. 123-тен 118 азайтқанда 5 болады. Демек 119 қосу 5, бізде қосындының мәні 124 болады. Бағалау. Әлия өрнек пен оның жазылуын дұрыс сәйкестендірді ме? Тексер, қателерін түзе. Қосындыға айырманы қосу. 250 қосу 250 бұл қосынды, 900 азайту 400 бұл айырма, яғни екеуін бірге қосқан. Бұл дұрыс. Келесі саннан қосындыны азайту дейді. 200 бізде сан болып тұр, бірақ қосынды емес. Өйткені 840 азайту 140 деп тұр. Яғни бұл жерде азайту амалы орындалып тұр, қосынды емес. Және соңында азайту деген жазу тұр, ал бізде қосу, 200-денге қосу амалы тұр. Яғни бұл да дұрыс емес екен. Келесі сандардың айырмасын санға қосу дейді. Сандардың деген екен ол 900 болады, ал айырмасын санға қосу деген айырма емес, бұл жерде бізде қосу болып тұр. Өйткені 120 қосу 200 деп тұр. Енді санға қосу деп тұр, ең соңғы сөз қосу, ал бізде 900-ден кейін азайту амалы тұр. Яғни бұл да дұрыс емес екен. 900 азайту жақшаншы 120 қосу 200 деген бізге саннан қосындыны азайтуға тура келіп тұр. Яғни осы дұрыс. Сандардың айырмасын санға қосу деп, міне 840 азайту 140 деп жақшаншы жазып аламыз. Яғни сандардың айырмасы болып тұр. Енді оған санды қосамыз, сонда қосу 200 деп жазамыз. Осы бізге дұрыс келіп тұр. Ал саннан қосындыны азайту деп астында 200 қосу 840 азайту 140 деген бұл жерде қосылғыштардың орнына ауысып кеткен екен. Осымен балалар сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Күнделікті үй тапсырмасын менімен бірге орындаңдар. Қоңырау белгісін бассаңдар, жаңадан шыққан сабақ сендерге әрдайым бірінші болып көрініп тұрады.